Сәлем достар, сіздермен бірге телефон құпиясы каналы және де мен Денис Алиханов. Бүгінгі видеода танымал Energizer компаниясының су жаңа смартфонына шолу жасайтын боламыз. Ендеше кеттік достар. Energizer компаниясы өзінің Power Max 18K смартфонын Барселона қаласында таныстырған болатын. Бұл смартфонның басты ерекшелігі батарейкасының қуаттылығында. Батарейкасының қуаттылығын басқа смартфондармен салыстыруға да келмейді. Батарейкасы 18.000 мАч құрайды. Яғни 50 күнге дейін батарейкасы еш өндірмей жетеді екен. Дизайны жағынан Vivo Nex-ке ұқсап кетеді. Көлемін өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте жуан. Экранның көлемі 6,2 дюйм. Негізгі 3 камералы 12, 5 және де қосымша 2 мегапиксельді. Фронталды камерасы 16 мегапиксель және де қосымша 2 мегапиксельмен жабдықталды. Технологтар фронталды камерасын моноқабық емес, жылжымалы перископ етіп жасады. Негізгі жадының көлемі 128 гигабайтты құрайды, ал озығы 6 гигабайт, ал процессоры Helio P70 пен жабдықталған. Операциялық жүйесі Android 7. Бұл смартфон көптеген адамдарды таң қалдырды. Батарейкасы 18.000 мАч. Не деген керемет смартфон десеңізші. Дәл біз күткен смартфон батарейкасы 50 күнге дейін жетеді. Сонымен достар, бүгінге осы. Әдеттегідей каналға жазылмаған болсаңыз, подписаться белгісін баса кетіңіз. Және де әдеттегідей лайк басамыз. Колокольчикті де басуды ұмытып кетпеңіздер. Аман саулық күнде кездескенше, қош сау болыңыздар.